Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы туралы менің пікірім. Бізге берілген оқу мақсаты шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып жаңашылдығына баға беру. Сабақ соңында күтілетін нәтиже шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып жаңашылдығына баға береді. Бізге берілген сұрақтар өткен сабақтарда қайталау негізінде. Бірінші сұрақ: жазушы стилі дегеніміз не? Екінші сұрақ: метафора дегеніміз не? Үшінші сұрақ: перифраз дегеніміз не? Төртінші сұрақ: эпитет дегеніміз не? Бесінші сұрақ: тәуіп деген кім? Алтыншы сұрақ: жылқышы қарттың аққуға кезенерде ырым жасап, тым құрыса саусағыңды қанаттың ба деген сөзі нені білдіреді? Бұл бізде «Аққулар ұйықтағанда» поэмасындағы жылқышының сөзі болатын. Сұрақтарға жауап береміз. Келесі тапсырма: шығармаға композициялық талдау жасаймыз. Шығарманың композициялық талдауының үлгісі мұнда берілген. Яғни оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шиеленісі, оқиғаның шешімі. Яғни біз «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының композициялық талдау жасаймыз. Бұл бізде бірінші тапсырма. Келесі тапсырма: Мұқағали шығармаларының ерекшелігін және «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы бізге қандай тәрбие берді сұрақтары арқылы кестені толтырамыз. Бізге берілген кері байланыс тапсырмасы: «Аққулар ұйықтағанда» поэмасындағы рухани және материалдық құндылықтарды талдап жазып, кестені толтырамыз. Яғни поэмадағы рухани құндылықты бір бетке, поэмадағы материалдық құндылықты келесі бетке жазып, кестені толтырып, кері байланыс тапсырмасын орындап жібереміз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.